менен амандасып алайық. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі көңіл күйіміз жақсы болғандықтан қонақтарымызға да жақсы көңіл күй тілей отырып, күндеріне сәттілік тілей отырып, көңілді күн әнімен ашып берейік. Қандай керемет біздің аспаптарымыз балалар. Бұл аспаптарымызбен әлде қазір алдағы уақытта танысатын боламыз. Балалар, ендеше мен сіздерге тапсырма дайындадым. Сол тапсырманы бір-бірден ала қойыңыздар қолдарыңызға. Орныңызға тұрайық, жақсы жерде. Балалар, ендеше қолыңыздағы тапсырмаға мұқият қараймыз. Жасыл түс және қызыл түс берілген шетінде сол түстерге қарап екі топқа бөлінеміз. Қызыл түстер қызыл тақияға, жасыл түстер жасыл тақияға. Қайнекке орнымызға жайғасайық. Басымызға тақияларымызды киіп аламыз. Балалар, қолымыздағы тапсырмалар, олар суреттер. Соларды біріктіріп, құрастырамыз. Қайнекей, жұмыстанайық. Қандай сурет шыққанын білетін боламыз. Қандай аспаптар көріп отырсыздар? Жаңа бейнероликтен көргендей, айта ғой. Қандай аспаптар? Қандай аспаптар көріп отырмын енді? Домбыра, саңғауыз. Дұрыс айтасың? Сасырнай. Ал сіздер? Айта ғой. Жетіген. Жетіген. Дұрыс айтасың, айта ғой, Нұралы. Тұяқтас. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бұлар біздің қазағымыздың ұлттық аспаптар екен. Ал ендеше мұқият қарайық. Бұл аспаптарымыз біздің түрге бөлінеді. Ұрмалы, шертпелі, үрмелі аспаптар болып. Біздің мына домбыра аспабымыз, ол шертпелі аспап. Екі ішекті, яғни шерті ойдері бар, және бұл тиектері. Ертеде тиектерін 7 асықтан жасаған, жетіген деп атаған. Бұл жетіген аспабымыз да шертпелі, яғни ішектерін шерту арқылы ойнайды. Ал бұл аспабымыз ұрмалы аспап. Қолмен ұру арқылы ойналады. Бұл аспаптың аты аса таяқ. Бұл қызыл ағаштан жасалған және қоңыраулар ілінген. Осы қоңыраулар арқылы дыбысталады, ұрып ойнау арқылы. Ал бұл аспабымыз саз-сырнай деп аталады. Аты айтып тұрғандай, ол саздан, яғни балшықтан жасалады екен. Оның өзінің тесіктері бар да мына жерде. Олар сол үрлеу арқылы тесіктерден дыбыс шығарады екен. Бұны үрмелі аспап деп айтамыз. Ал келесі аспабымыз бұл біздің барабанға ұқсайды, балалар күнделікті қолданып жүрген. Бұл дауылпаз деген аспап екен. Бұны ертеректе теріден жасаған. Бұны да ұрмалы аспап, яғни бұны ұру арқылы, соғу арқылы дыбыс шығарады. Келесі аспабымыз бұл қобыз аспабы. Бұл да шертпеліге жатады, яғни мына ысқышымен ішектерін ысу арқылы дыбыс шығарады. Келесі аспабымыз бұл сырнай деп аталады.
сырнай мен саз сырнайымыздың аты ұқсас та. Бұл саз сырнай деп саздан жасалатынын айтып тұр. Ал сырдан жасалады. Яғни бұл да үрмелі аспап. Бұл осы тесіктері арқылы дыбыстарды шығарады. Келесі аспабымыз бұл сылдырмақ аспабы. Сылдырмақ, яғни бұл да ұрмалы аспапқа жатады. Асатаяққа ұқсайды, балалар. Бұл қоңыраулары арқылы бұл да дыбыс береді бізге. Келесі балалар, мен сіздерге құлақтан кіріп ойдалар, жақсы әнмен тәтті күй деп осы домбыра аспабында сіздерге күй ойнап бермекті. Яғни халық күйі, келіншек күйі. Мұқият тыңдап отырамыз. Әр аспаптың өзіне үні бар да, соны тыңдайық. Мен барабан аспабымен қазір ойын ойнағым келіп тұр. Барабан бізге не дейді ойыны? Яғни барабанмен мен қағыстарымен ойнаймын, ал сіздер сол арқылы шеңбер ойында жүресіздер. Ал барабан тоқтап қалған кезде дыбысы сіздер қатып қаласыңдар. Түсінікті ме ойыншыларды? Жарайды, кеттік, ендеше дайындаламыз, шеңбер ойымен жүреміз. Балалар, мен әліге сіздермен ойынды жалғастырғым келіп тұр. Менде үкілі тақия бар. Бұл үкілі тақиямен сіздерге